жайым арнасының көрермендері және гимназия оқушылары, Селиметбек Алхасекенқызы, Әйгерім. Бүгінгі жауапкершілік ізгі құндылық атты диалог алаңына қош келдіңіздер. Жауапкершілік адам бойындағы белгілі бір істі өзіне тапсыруға міндетті орында жүзеге асыруынан байқалатын адамгершілік қасиет. Өсіп келе жатқан ұрпақ бойына жауапкершілікті тәрбиелеу қазіргі заманның өзекті мақсаты. Енді осы тақырып төңірегінде әңгімемізді өрбітсек, жалпы жауапкершілік туралы ойыңызды айтып өтсеңіз. Жауапкершілік деген ол адам бойына қажетті ең асыл құндылықтардың, асыл қасиеттердің бірі деп есептеймін. Егер адамның бойында жауапкершілік қасиеті жоғары болатын болса, ол адам, менің ойымша, міндетті түрде өзінің алға қойған мақсаттарына жетеді және жетістікке жететін адам деп ойлаймын. Сондай-ақ, егер адамның жауапкершілігі жоғары болатын болса, ол адам өзіне де, қоғамға да пайда әкеле алады. Мен жауапкершілікті өз мойныма қалай аламын, басқалардың қателігі үшін қалай жауап беруім керек пе деген сияқты көпшіліктен сауалдар келіп жатыр. Осыған не айтар едіңіз? Жауапкершілік дегенде біз бала бойындағы жауапкершілікті айтатын болсақ, онда барлығымызда сол баланың бойындағы жауапкершілікті сіңіруге міндеттіміз. Біріншіден, баланың бойына жауапкершілік қасиеттерді сіңіру ата-аналардың міндеті, екіншіден ұстаздардың міндеті. Еліміздің болашағы жастардың қолында, ал жастардың болашағы ұстаздардың қолында деген сөз бар. Мен сол сөзге келсем, біз елін сүйетін, ұлтжанды, отан сүйгіш, білімді, бәсекеге қабілетті, өзінің алған білімін өмірде қолдана алатын азаматтарды тәрбиелеп шығу үшін соған үлкен жауапкершілікпен қарауымыз керек, ұстаздар қауымы. Білімді, мейірімді оқушыларды тәрбиелеп шығаруымыз керек. Сондай-ақ, бірақ сол білім берумен қатар тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген Әл-Фараби атамыз. Біліммен қатар біз балаларға бойына тәрбиені сіңіруіміз керек. Мейірімді болуға, жан-жағына ұқыптылықпен қарауға, айналасындағы адамдарға құрмет көрсетуге, үлкенге құрмет, кішіге ізет жасай білуге дағдыландыруымыз керек. Егер баланың бойында сондай жауапкершіліктер болатын болса, онда ол адамнан өте жақсы адам шығады деп ойлаймын. Сондай-ақ, балаларға біз қалай жауапкершілік қасиетті дарытамыз? Егер балаға қандай да бір тапсырма беретін болса, сол тапсырманы ол бала аяғына дейін жеткізуге дағдылану керек. Егер бір істі бастап аяғына дейін апармайтын болса, ол адамнан ертеңгі күні жауапкершілігі аз адам шығады деп ойлаймын. Сондықтан да біз мысалы мектепте балаға сабақ берушінде тапсырма беретін болсақ, соны аяғына дейін жеткізуге дағдыландыруымыз керек. Сол кезде бала осы әдетке дағдыланатын болады. Жауапкершіліктің болмауы себебі не деп ойлайсыз? Жауапкершіліктің болмауы себебі ол адамның өзіне салғырт қарауы, өзінің жасаған қателіктерін өзгеден іздеуі, енді айтады ғой, негізінде ой-санаға да байланысты. Мысалы, сен ойыңа ие бол дейді. Ойың сенің сөзіңе айналады. Сен сөзіңе ие бол дейді. Сөзің сенің іс-әрекетіңе айналады. Сен іс-әрекетіңе ие бол дейді. Іс-әрекетің сенің мінезіңе айналады дейді. Сен мінезіңе ие бол, мінезің сенің тағдырыңа айналады дейді. Ие бол деген сөз не? Ие бол деген сөз, ие болу үшін сенде жауапкершілік болу керек. Сол жауапкершілік қасиеттердің бәрі сенің бойыңда болатын болса, яғни сенің тағдырың жақсы болады деген сөз. Ең бастапқы төркіні шығуы сол ой-санадан шығып отыр. Сондықтан да бұл біріншіден баланың бойына ананың сүтімен әкенің күшімен келетін қасиет. Одан кейін екінші сол айналасындағы адамдардың тәрбиесінің сол балаларға берген жақсы қасиеттердің арқасында бар деп ойлаймын. Жауапкершіліксіздіктің белгілері қандай? Жауапкершіліксіздіктердің белгілері жаңа айттым ғой. Өзінің жасаған қателіктен сырттан іздеу, бастаған ісін аяғына дейін апармау, айналасындағы болып жатқан өзекті мәселелерге жаңашылдықпен қарамау деген сияқты көптеген факторлар бар ғой негізінде. Әйгерім, сізге сұрақ, болашаққа қойған мақсаттарыңыз бар шығар, адамның мақсатына жетуі неге байланысты деп ойлайсыз?
негізінен әрбір көзі ашық көкірегі ояу адамның әрине де өзінің алға қойған мақсаттары болады. Өзінің мақсатым қазіргі таңда ол жоғары оқу орнына түсіп, жақсы маман иегері болу. Яғни бұл мақсатқа жету үшін әрбір адамның өзінің бойында жауапкершілігі болу керек. Яғни өмірде өз жауапкершілікті мойнымызға ала білу, бұл өзіміздің алға қойған мақсаттарымызға, армандарымызға жетудің бір жақсы жолы деп ойлаймын. Жауапкершіліктің болмауы өмірдің барлық салаларында құлдырауға алып келеді. Жауапкершілік сезімінің болмауы адамдардың басым бөлігінің жетістікке жетпеуінің және жете алмайтындығының ең басты себептерінің бірі. Мәселелердің шешімін табу үшін міндетті түрде өзінің жауапкершілік сезімін ояту керек. Диалог алаңында ойларыңызбен бөліскендеріңізге рахмет. Сіздермен сұхбат жүргізгеніме қуаныштымын. Сіздермен болған мен Бесікбаева Жанел. Сау болыңыздар.